Баламен отырған ана үшін ең керегі осы нәрсе. Жақын арада бәрібір жұмысқа шығып, таңнан кешке дейін жұмыс істейтін ой болмағаннан кейін, алда әлі баламен бірнеше жыл үйде отыратын болғандықтан, ең қолайлы жұмысты осы трейдинг деп ойладым мен өзім. Жан-жақтан зерттеп, бастағаныма 2-ші жыл болды міне. Курс біткеннен кейін базасын алдым, бірақ ТВХ жоқ. Кірейін десем, анда уверенности не хватает. Или крем слив қылым. Сосын енді расстроилась енді шыны керек. Уже курс бітпей жатып, мен сол жерде табысқа шыға бастадым. $90 $230 жасадым. Сол кезде естідім ғой, сен деген таң атпасаң кешке дейін, мен солай түнде баламды ұйықтатам, таңғы 6-ға шейін сабақ оқимын, офлайн оқыдым. Одан кейін результат болмайды да, менде разрушение ғой. Қалай сен сонша оқыдың, вроде бәрін дұрыс істейсің, неге табыс жоқ? Сондай ой болды менде. Бірден көп ақша тапқысы кеп, немесе үлкен қарызда жүрген адам бұл жерге келген негізі басында дұрыс емес деп ойлаймын, себебі бірден үлкен қарыз бар адам аз ақшадан көп ақша жасағысы кеп, психологиясы бұзылып, керісінше қолындағы ақшасынан да айырылып қалуы мүмкін. Бала емізіп отырып, осылай ақша табамын деп ойламаппын деген бір кезде. Ассалаумағалейкум, біздің iTrade каналының тұрақты оқырмандары. Бүгін бізде кезекті подкаст. Бүгін бізде подкастта қонақта бізде Малика ханым және Адия ханым, қош келдіңіздер. Рахмет сіздерге. Ең алдымен өзімді қысқа да нұсқа таныстырып өтейін. Өйткені мына подкаст бірінші рет көріп отырған адамдар да болуы мүмкін. Есімім Ерболат Вашев, iTrade академиясының негізін қалаушы. Жалпы осы трейдинг бойынша оқытатын Қазақстандағы ең үлкен академиялардың бірі десек болады. Астана және Алматы қаласында 2 филиалымыз бар. Енді бүгінгі қонақтармен танысып болайық. Давайте кімнен бастаймыз? Адия ханым или Малика ханым кімнен бастайық? Давайте. Малика ханым сізден бастайық. Өз қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз. Мен есімім Малика, 33 жастамын, 5 баланың анасымын. Трейдингқа келгеніме 2-ші жыл. Осы Ерболат мырзадан бір емес, 2 рет сабақ алған болатынмын. Қазіргі таңда ақырындап тұрақтылық бар, табыс бар. Ең бастысы осы жолды тоқтатпау, жалғастыру керек деп ойлаймын өзім. Жақсы, рахмет, Малика ханым. Астана қаласында тұрасыз? Астана қаласында тұрамын, иә. Адия ханым, сіз ше? Саламатсыздар ма? Мен жасым 31-де, кішкене қобалжып тұрмын. 3 баланың анасымын, декреттемін. Қосымша табыс көзі ретінде іздеп келдім сіздерге. Осы нақты сіздің академияда оқып бастағаныма ары кетсе бір жарты жыл ғана болды негізі. Оған дейін осы жылдың басынан, январьдың 10-нан бастап онлайнда курстар алған болатын акция бойынша. Бірақ жетістікке именно сіздердің курсыңызды оқып біткеннен кейін ғана жетіп жатырмын. Күнделікті табыс бар, тұрақты, өте қуаныштымын, алысым шексіз. Енді не, қалай екен, потом айта жатармыз. Жақсы, рахмет. Ендеше қазір сұрақтарға көшейік. Андай бір еркін форматта ойымызды ашық етіп, енді бірінші рет камера болған соң қобалжу болады, әрине оны көрермендер түсінікпен қарайды деп ойлаймын. Енді Малика ханым, келесі сұрақ сізге. Енді сіз трейдингке келген жолыңыз ерекше. Өйткені 5 баланың анасымын деп жаңа айтып өттіңіз. Бірақ соған қарамастан үйреніп, нәтиже көрсетіп жүрсіз. Енді сол кезде жалпы бастауға не түрткі болды? Неге именно трейдинг? Ол кезде бастауға бұл еркіндік қой трейдинг деген. Үйде отырып жасайсың онлайн жұмыс. Баламен отырған ана үшін ең керегі осы нәрсе. Жақын арада бәрібір жұмысқа шығып, таңнан кешке дейін жұмыс істейтін ой болмағаннан кейін, алда әлі баламен бірнеше жыл үйде отыратын болғандықтан, ең қолайлы жұмысты осы трейдинг деп ойладым мен өзім. Жан-жақтан зерттеп, бастағаныма 2-ші жыл болды міне. Басында әрине бірден результат болды деп айта алмаймын. Ақырындап результатқа келіп жатырмыз. Бір емес бірнеше курс алдым. Ең алғаш алған курсым басқа қаладан келгендер болғандықтан, ол жақтан қатты қолдау болған жоқ маған. Ал кейін мен Астанадан іздедім да, бірден сіздің академияңыздың жаңа рекламасын көріп, сонда келіп, ең бастысы Астанада болса, мен кез келген уақытта өзім сұрақтарымды қойып, барып, бірге практика жасайтындай мүмкіндік болса болды деп сіздерге келдім. Қателеспеппін әрине. Менторларыңыз да, өздеріңіз де әрқашан жаңаға көмек қолын созып, қолдап тұрасыздар. Кез келген кезде, жазған кезде де көмектесіп тұрасыздар. Осы маған үлкен мотивация болды алға қарай жылжуға, тоқтап қалмауға. Ал бірінші оқыған жерде мен кішкене тоқтап қалған едім, себебі аз ғана уақыттан кейін олар доступты жауып қойды. Ал сіздерде уже 2-ші жыл, 1 жылдан асты, әлі де кез келген уақытта хабарласып, қолдау ала аламын. Сол маған ең керек нәрсе сол еді. Жақсы, рахмет. Енді қазір көп адамдар айналысқысы келеді, бірақ баламен отырған аналар бар, үлгермей жатыр деген сияқты. Ал сізде 5 баламен қалай үлгерушісіз жалпы? Үлгеріп жүрмін деп те айта алмаймын, бірақ
үлгеруге тұрарлық нәрсе бұл. Себебі уақыт табуға болады. Бұл жерде мен басында балам 1 жаста кезде келдім, бірақ ең бастысы мен бұл жерде айтқаным, ең бастысы мен тоқтатпаймын бұны. Себебі бұл жерде үлкен ақша бар екенін, нәтижеге жетуге болатынын білдім, сол үшін тоқтатпай аз-аздан болса да тұрақты түрде жасай бердім. Бірден үлкен суммаға көшпестен, аз-аздан тұрақтылықпен жасасам, бір 2-3 жылда жақсы нәтижеге жететініме өзім көзім жетіп, ең бастысы тоқтатпай жүрмін. Жан-жақтан курс оқып, жаңа қосымша информация іздеп, өз-өзімді жаңа уақыт бөлуге тырысып жүрмін барынша. Үздіксіз даму керек. Ең бастысы тоқтамау керек екен өзім миыма құйып алдым мен, потому что бұл жерде тоқтамасаң міндетті түрде нәтиже болады алда. Бірден қайт болып артқа қайтып кетуге болмайды. Өзінің қиындықтары бар. Қиындық бар, бұл да не ғой? Үлкен ақшаға жету үшін ешқандай оңай жол жоқ қой. Бұл жерде оңай ақша деп ойлауға болмайды. Оңай ақшаға жететін қиын жол дейді ғой негізі. Шынымен де оңай ақша, бірақ оған жету үшін біраз уақыт керек, практика керек, білім керек, тұрақтылық керек және психология керек. Жақсы, рахмет Малика ханым. Мен келесі сұрақ Адия ханым сізге. Енді сіз жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып өттіңіз, бірнеше жерден курс оқыдым, анау деген сияқты. Бірақ енді сол кезде практикадан кейін не жетіспеді? Неге именно бізге келдіңіз? Алдыңғы курспен осы курстан айырмашылығы болды ма или? Негізі бар ғой, трейдингтен бөлек мен не оқыған жоқпын декретте. СММ-ді оқыдым, таргетті оқыдым, өз мамандығым бойынша повышение квалификацияда оқыдым. Бар ғой, барлығы не то было. Өте көп уақыт талап етеді, и сен андай таңертеңнен кешке дейін офиста отыру керексің. Немесе сонан кәдімше бөлек уақыт бөліп шығып жүру керексің. Ал маған андай ақша не керек болды, жұмыс керек болды, ақшасын бірден беретін. Істедің, сразу алдың. Менде білмеймін, енді прям сондай жағдайға жеттім, мен шаршап кеттім, уже бірдеңені өзгерткім келді. Өйткені мен декретте енді альхамдулиллах деп 7 жыл отырмын, 3 балам қатарынан. Сол арада арасында жұмыс істеп те үлгердім, банкта да жұмыс істедім, адамдарға да көмектесіп жұмыс істедім. Бірақ менің арманым мынандай болатын. Таңнан кешке дейін жұмыс істеп, ақша таппай, просто миымен ғана жұмыс істеп, тез арада жақсы көлемде ақша табу. И мен случайно осындай Инстаграмда жаңағы акцияның курсына тап болам. Сосын кейін қарасам, ол Алматы қаласында екен. Оған барғанға маған баламен қиын болды. Балам кішкентай, оған жолыңа ақша керек, курсыңа ақша керек. Сонымен офлайн іздедім, бірақ мен сіздерді таппадым. Астында жоқ екен дедім де, мен онлайн алып оқыдым. Одан кейін ол курс біткеннен кейін базасын алдым, бірақ ТВХ жоқ. Кірейін десем, анда уверенности не хватает. Или крем, слив болам. Сосын енді расстроилась, шыны керек. Сосын кейін потом сіздердің уже рекламаларыңыз шықты, мастер-класстың. Соны жолдасымен келісіп жүр, барып көрейікші деп айттым. И мастер-класста уже шешім қабылдадым. Ең басында айттым да, мен офлайн оқығым келеді деп жолдасым сөйтіп айтқан болатын. Айда сен қайтадан акция оқиын деп жатсың, не үшін ол саған? Оқыдың ғой, зачем опять платить? Там не дешево деп. Сосын кейін бәрібір де маған орта керек, жаным адамдар керек, андай қасымда адамдар керек, осы бағытта жұмыс істейтін, атмосферасы керек, міндетті түрде деймін да. Адамдар болса, мысалы, даже анализ істесең де, ақылдассаң да, келіссең де, бір жаңалықтарды білсең де, трейдинг бойынша күшті ғой. Одан кейін барып оқып білім алғаннан, обратный связь сразу алғанға жететін ештеңе жоқ. Сол үшін әйтеуір убедила его и сіздерге келдім. Ой, мен бар ғой, қалай сағынып келдім оқуды. Мен өйткені өзім оқуды жақсы көрем. Андай университетке, мектепке түскен сияқты келдім ғой. Прям берген ақпараттың барлығын андай не дейді ғой, қуана-қуанашы қабылдадым. Бәрін күшті болды. Сабақтардың барлығы жүйелі түрде, нақты жеңіл берілген. Одан кейін толығымен жүйе қалай жұмыс істейді? Не себепті осы жерден кіру керек, не себепті осы жерден кіруге болмайды? Қандай сомамен кіру керек, не себепті риск сақтау керек? Соның барлығы прям өйстіп басыңа ашып, былай құйылды ғой, болды. Алда істе. Сол үшін сіздерге рахмет үлкен. Уже курс бітпей жатып, мен сол жерде табысқа шыға бастадым. $90 $230 жасадым. Сол кезде естідім ғой, сен деген таң атпасаң кешке дейін, мен солай түнде баламды ұйықтатам, таңғы 6-ға шейін сабақ оқимын, офлайн оқыдым. Одан кейін результат болмайды, менде разрушение ғой. Қалай сен сонша оқыдың, вроде бәрін дұрыс істейсің, неге табыс жоқ? Сондай ой болды менде. Сосын кейін сіздерге келгеннен кейін
мә Ербот мырза, сізге мыңда бір алғыс бар ғой, сіздердің академияларыңызға прям бүгінгі күні келген себебім де сол, сіздерге алғыс білдіру. Өйткені сіздер сияқты шынымен де білім ешкім бермейді. Егер адамдар шынымен де ойлап жүрсе, қалай барлығымыз білеміз, адамдар жайдан жай сізге оқуға келмейді. Оларды бір жағдай қысып тұр, ол белгілі зат. Подкастты көріп отқан адамдар да тура солай. Сол үшін сіздерден соның барлығын алуға болады. Білімді, который болашақта ешкім сенен алып алмайды. И ол сенің жаңағы табысыңның, тұрақты табысының бастапқы кілті сіздерде бар. Инвестиция дейсіз олай. Инвестиция өзің үшін, болашағың үшін. Рахмет үлкен, енді үлкен жақсылап тұрып мақтап жатсыз, енді ұялып қалды екенсіз бір жағынан. Жоқ, шын болғаннан кейін айтып жатырмын ғой. Жақсы, рахмет. Онда бір келесі сұраққа көшейік. Жалпы трейдингте именно сіз акциямен айналысасыздар ма, алтын ба, крипто ма, қайсымен айналысасыздар, және депозит примерно қанша салып жүрсіздер қазір? Мен алғашында акцияны оқыдым, бірақ үйде отырған ана үшін акцияның уақыты мүлде дұрыс келмейді, оны білетіндер уақытын білет. Нағыз у-шудың кезі ғой баламен. Сондықтан да акция маған дұрыс келмегендіктен мен алтынды оқып, қазір алтынмен және алтыннан басқа да валютный паралармен жұмыс жасаймын. Мен үлкен депозит салмаймын. Басында ең алғашында негізі үлкен депозит салмауға кеңес беремін. Себебі аз ақшадан да бұл жерде ең бастысы білім болса, жақсы ақша табуға болады. Ең бастысы жаңағы анализ жасап, өз-өзіңе сенімді болсаң, рискті сақтасаң, $50 өзінен күніне тұрақты түрде $200-300 жасап отыруға болады. Ол реально? Реально. Процентпен есептейтін болсақ, $50-дан $200 300% болып тұр ғой. 200-300%. 400 мен $600 сонда салған ақшаңызды 4-5 есе, көбейту. Енді ол күнде олай болады деп айта алмайсың, бірақ ең бастысы депозитің аз болса, жүрегіңді тыныш болады. Үлкен ақшаны жоғалтқаннан гөрі аз ақшаны жоғалтсаң, бір күн алдын жасаған ақшаңмен орнын толтыра саласың, және ертесіне қайтадан жаңағы аз ақшаны салып, үлкен ақша жасауға болады. Жақсы, енді көп адам сенбей жатады ғой, расында аз депозитпен болмайды деген сияқты. Адия ханым, сіз ше? Мен негізі декретте болғандықтан мен тек қана баланың пособиесін аламын. Жолдасым табысы енді біздің отбасымыз үлкен, альхамдулиллах. Сол үшін мен өзіме ондай көп көлемде депозит не могу разрешить. Сол үшін мен $20 бастадым. $20-дан $200 істедім, $300 істедім. Оны істеуге болады. Егер нақты берілген нұсқалықтарды жүйелі түрде қолданса, берген бірнеше стратегия бар. Соның өзіне ыңғайлысын бейімдеп алып, сонымен жұмыс істесең, тұрақты табыс көруге болады. Ал қазіргі уақытта мен депозитімді өсіргеннің орнына керісінше түсіріп тастадым. Мен қазір $10 өзімен $185-189 істеймін. 180-185 $10 дегеніміз, яғни 5500 теңге арқылы 90.000 теңге дей ғой, былайша айтқанда. Ондай нәрсе мүмкін. Ол мүмкін, бірақ оны істеу үшін сен психологияңды реттеу керексің, сосын кейін нақты ТВХ, яғни точка входаны білу керексің. Сол берген уақытта ғана кіресің, риск менеджментті сақтайсың, табысыңды аласың, қанағат етесің де болды, демаласың 1-2 күн. Жақсы, енді трейдинг болған соң бұл жерде сәтсіз және пайдамен қатар сәтсіздік те болып жатады, минусқа кетіп қалатын жағдайлар да болады. Сөйтіп ең алғаш рет кеткен кезде бір қандай бір эмоция болды, андай бір тастап кетсем екен, мен қолымнан келмейді, андай қолды бір сілтей сап қош болды осы нәрсені деген сияқты нәрселер болды ма сіздерде? Болды. Жоқ, менде өзімнің қалтамнан салған ақшадан үлкен минусқа кеткен жоқпын бұл жерде. Мысалы, бір күні $50-100-дан үстінен $400-500 табам, и сол үстінен тапқан ақша минусқа кетеді да мен. Сондықтан мен өзі берді, өзі алды деймін да, өзімді кішкене солай успокоить етем. Ал өзім қалтамнан салып, жаңағы $500,000 қалтадан салып, олай минусқа кеткен жоқ мен. Өзім жасаған, сол өзінен тапқан ақшаны өзіне қайтарым есеп. Демек, бұл маған бұйырмай тұр деймін да. Ертесіне уже аз жасап, бірден шығарып алатын жаңағы. Мен басында айтқан, мен негізі басқа брокерде болғам, атын айтуға болады ма? Айтсаңыз өтіңіз. Айсмаркет деген брокерде болдым. Ол жерде бір жақсы брокер, сенімді. Бірақ дегенмен де ақша салуы тез, алуы ұзақта ол жерде. 3 күнде шығады. 3 күннің ішінде шығады. Ал бұл жерде ең басында бастаған адам үшін 3 күн деп күту ол оңай нәрсе емес та негізі. 3 күннің ішінде біраз ақша табуға, біраз ақша жоғалтуға болады бұл жерде. Ана шығарам дегенше кетіріп тастайсыз. Шығарам дегенше депозитіңде жаңағы шығаратын сумаңнан бір $1 аз болды ма, оны қайтадан жіберіп, тағы 3 күн күту керек болады. Сондықтан да мен айсмаркетпен біраз уақытқа дейін жүрдім. Кейін білдім жаңа сіздердің Экснес деген жақсы брокер екен, сонымен бірден сіздерге келген кезде, оқуға келген кезде, соны қостым да, міне нағыз маған керек нәрсе осы екен дедім. Себебі бірден табасың, мысалы $20, $30 таптым ба,
бірден шығарып аласың бір жақсысы. Қанша уақытта түседі? Секунд. Каспиге мысалы қалай ақша саласын автоматически перевод түседі, сол сияқты. Бірден түседі, и счетыңнан да бірден алынады, уже жаңағы тыныш жалғастыра бересің ары қарай. Нағыз экснес брокер сенімді әрі ыңғайлы нәрсе болды мен үшін. Жаңағы өзінен тапқан ақшаны өзіне минусқа кіргізген болмаса, так мен үлкен ақшаларды олай салған жоқпын. Бірақ аз-аздан салып жүрдім. Мысалы $20 салам, кейде $20 да жоқ болады. 50 салам, 50 да жоқ болады. Кейін 100 салып, 100-дің үстінен $400-500 жасап, жалпы айтқанда плюстамын. Аха, жақсы. Үлкен ондай минусқа кеткен жоқпын. Адия ханым, сізде ондай жағдайлар болды ма? Болды, әрине. Бір эмоциональный кетіп қалып, қалай жеңсек болады? Қазір бізде көп адам бастайды, бір-екі сәтсіздік, бізде көп адам солай ғой расында. Бір нәрсе бастады ма, сразу бірден жетістікке жеткісі келеді, и қиындық көреді, уже болды, тастап кете салады деген сияқты. Енді бұл да бір бизнес сияқты нәрсе ғой негізі, өзінің қиындықтары болады. Ешқандай аренда жоқ, конкуренция жоқ. Просто біліммен аздаған және $10, $20 деп сіздер айтып отырсыз ғой. Сонымен бастай беруге болатын бизнес түрі десек бола ма, болмай ма? Болады, әрине, болады. Емін-еркін, бірақ білім алу керек міндетті түрде. Мысалы, видеодан сен бөлек оқығаннан былай келіп оқығанға ештеңе жетпейді. Өйткені сен сырттан ақпарат аласың, ал оның барлығын жүйелі түрде қалай қолдану керекті тек қана сіздердің курстарынан алып шығуға болады. Мен енді сөйтіп сенемін, өйткені мен өзім солай табысқа жеттім. Егер мен бұған дейін бөлек басқа жерден оқып уақытымды құртып алатын едім. Мен сөйтіп сіздің опытыңыз үшін ғана төлейсіз курсқа. Басқа бір адамдардың. Менде минус болған кездер болды 2 рет. Біріншісі жаңағы акцияны оқып біткеннен кейін тоже аз көлемде торговать еттім. Соның өзінде 1-2 күнде минусқа кете бердім де, бір соңғы ақшам болды торговать ететінен. Сол минус болғанда отырып жыладым. Бірақ жылағанда ақша үшін жылаған жоқпын. Ананың болмай жатқаны үшін жыладым. 3 күн қатарынан сәтсіз. Иә, сәтсіз болып жатқаны үшін. Ана алған білімді қолданып жатсын, бірақ неге жаңа ТВХ бермей, неге жүрмей тұрғаны үшін сондай көңіл күйім прям босап жеткен кезде, сол кезде жақсы күйеуім келіп маған қолдау көрсетіп, берілме деп сөйтіп айтты. Содан кейін жарайды деп қайтадан ары қарай білімді жаңағы жетілдіріп, одан кейін жаңағы үлкен табысқа жетіп бастағаннан кейін тағы бір болды сондай жағдай. Кәдімгіше $200-300 тапқан кезде келесі күні слив боласың. Ол енді сенің психологияң үшін ол өте үлкен сома, иә. Сол кезде прям 1-2 ай былай ноутбукты жаптым да, телефонымды жаптым да, болды, істемеймін. Әбден андай морально шаршадым деп, психологиям шаршап қалды. И өзімде андай физически сондай состояние болды да, демалу керек. Сол кезде 1-2 ай жұмыс істеген жоқпын. Сол арада психологиямен жұмыс істедім. Жаңағы трейдингпен қатар мен психологиямды қатар оқып жүрмін. Параллельно тоже қосымша сабақтар алып оқып жүрмін, жетілдіріп жүрмін. Соның арқасында деп ойлаймын. Именно трейдинг психологиясы ма, жалпы былай психология? Жалпы психология. Өйткені трейдинг тура өмір ғой. Өмірмен, прям өмірдің философиясы. Өздеріңіз қараңыздаршы. Мен бұрын ойлайтынмын, осы негізі исламда бар ғой. Бизнес ашар кезде мен көп ойланамын да, немен айналыссам болады? Саудамен айналысқым келмейді бар ғой. Бірақ саудада береке бар деп айтады да. И ойлайтынмын да, неге маған ұнамайды сол ондай береке бар жерде жұмыс істей. Сосын кейін былай айналдырып қарасам, міне акция. Нағыз сауда ғой мынау. Прям күшті берекелі, ниетің дұрыстап, сенің дұрыстап, қанағатпен жұмыс істесең, табыс көзі өте жақсы, жеңіл және. Сосын жаңағы 2 ай перерыв болдым. Сосын білесіздер ме, маған не көмектесті? Сіздердің орталарыңыз. Чатқа қосылдық, мастер-классқа бардық, жаңағы қасымыздағы группаластарымызды көрдік, жаңа стратегиялар бердіңіздер. Сол жаңа стратегияларды қолданып барып, қайтадан іске қосылып, қайтадан табысқа шықтым. Яғни үздіксіз жаңағы даму керек. И жаңа қосымша жаңағы чаттарыңыз, сіздердің жаңа стратегияларыңыз, иә, тегін беріп жатсыздар ғой бізге. Біз қашан бітіріп кеттік, иә. Соның арқасында деп ойлаймын. И андай да болды, болашақта еще лучше будет. Рас. Қазір шырап кетсек, болашақта уже тоқтамау керек ең басты. Тоқтамау керек. Болады, ол нормально. Трейдинг үшін ол нормально. Трейдинг, мысалы, қазір дұрыс айтасыз, жаңағы ақшаны кетіріп алуға анау деген болып жатады, бірақ білесіздер ғой, новичок болған соң, қазір бізде новичоктар тыңдап отырғанша енді бастаймын деп жатқан адамдар, жаңағы мүмкіндіктер бәрі жасалған ғой. Біз курс барысында айтамыз, мысалы $20 минимум, максимум $100.
или жаңағы $10 минимум, бірақ одан артық сома салмаңыздар деп. Действительно сіз білмейтін нәрсеңізге қалай миллиондап ақша сала бересіз, рас қой? Опыт жинағанша аз-аздан үздіксіз көріп отыру керек. Немесе проб компания деген бар, осы келесіде бір видео түсірмесе осы проб компания туралы көп істеп жатады. Инвестиция алуға болады, стажировка былайша айтқанда. Яғни сіздің просто практиковать етесіз, біліміңізді дәлелдейсіз, сол үшін сізге шетел инвестиция болады, и соны табыстан бөлісіп отырасыз. Келесі видеода вузда обязательно осыны шығару керек. Сол қарап тұрсаңыздар, мүмкіндіктің бәрі қарастырылған дейді. Біз просто өзімізден болып кетеді андай. Аласында көбірек табам, жоқ жерден біз шыдамсызбыз ғой. Болды, біздің пониманиеміз андай. Қазір мен телефон аштым, график қозғалып тұрмын, болды, сол жерден кіру керек деген сияқты. Ал күте білу, анау-мынау деген мүмкіндік жоқ. Күте білу бұл жерде ең кәдімгідей үлкен рөл атқарады ғой, күту деген. Бірақ 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасап, мысалы, жасап жүрген адамдар бар ғой, таңертеңнен кешке дейін уақытын күтеді, бірақ сондай нәрсе күтуге уақыт бар да. Олардың бір айда табатынын, егер білімің болса, практикадан ұзақ өткен болсаң, бір күнде ғана табуға болады. Бұл жерде негізі ақша табу оңай ғой, бірақ соны ұстап қалу қиын. Сақтап қалу қиын. Сақтап қалу қиын. Эмоцияны басқарып. Бізде де неше түрлі жағдайлар болды, онда жақсы тапқандар, звездовать етіп кеткендер де болды, неше түрлі адамдар болды. Сол үшін бұл жерде ең бастысы өзіңізді, адамгершілігіңізді, депозитіңізді барлығын дұрыстап сақтап қалу. Сіздер жалпы тренингпен айналысатын туысқандарыңыз, отбасыларыңыз жалпы біле ме? Біледі ғой. Мен деген осының алдында жаңағы тренингті оқып бастағанда жолдасыма айттым, қара мен сабақтарымда тоже қосымша табыс көзі болады деп. Так получилось, что жұмысынан шығып қалды ол кісі. И жұмыссыз біраз уақыт жүрді. Айтамда сонда Алланың неткені ғой, құдіреті ғой, сіздерге келіп курс оқып кетті. Ол кісі әрдайым менде таңнан кешке дейін жұмыста, өзі сондай трудолюбивый сондай адам да. И оның мүлдем қосымша оқитын уақыты болмайтын. Қазір демалыс уақыты болды, сол кезде мен антын барып мастер-классқа тағы апардық қой. Сосын кейін енді қатты басқан жоқпын, оқимаймын көремін, бірақ оқыса екен дедім. Өйткені сізге келіп оқығаннан ол бөлекте, былай оқығаннан гөрі сіздерден бөлек білім алады. Полностью понимание рынка другое болады шы. Сосын кейін жаңағы уже сіздерде курс басталайын деп жатыр, дүйсенбі күні маған түнде айтады ғой, мен шешім қабылдадым, барып оқығым келеді, айтрейдқа дейді ғой. Қой деп, сосын кейін қыздарға жаздым, таңертең келеді. Барып оқып, сертификатын алды, рахмет сіздерге. Енді біз екеуміз екі трейдерміз десе. Бір үйде екі болған күшті. Ақылдасып жасайсыздар ма? Бұл білесіздер ма? Жарысасыңдар ма, ақылдасасыңдар ма? Ақылдаспаймын. Біз ақылдассақ, ол маған айтады, оның депозиті бітіп қалғанда айтады, депозитім бар ма, кір дейді маған. Ақылдасамыз, бұрын ол, мысалы мен ол жолдасыма түсіндіргенде, мына жерден көт, мына жерден кір дегенде ол елемейтін. Қазір маған өзі айтады, жаңағы стратегиялардың бәрін, мына жерде былай болып тұр, мына жерде имбаланс, мына жерде уже маған очень приятно, что уже түсіндік бар адамда. Екеуіңіз бір темадасыздар. Бір темадамыз. Андай, скажем так, семейный өмір үшінде ол өте маңызды. Бізде жаңа дыхание, трейдинг деп атады, біздің общий темаларымыз пайда болды. Бала-шағадан бөлекші. Хобби дейсіз ғой былайша. Хобби. Приятно же хобби. Находить деньги. Тем более ақша табатын хобби болса, ол вдвойне приятно ғой. Сол үшін рахмет сіздерге. Сіздердің ұжымға алғысым шексіз, өйткені кәдімгіше әрдайым қолдап тұрасыздар, сұрақтарға жауап беріп тұрасыздар, андай демеп тұрасыздар. Трейдингте барлығымыз табысқа жету үшін демеп тұрасыздар. Рахмет, Адия ханым. Малика ханым, сізде жалпы жолдасыңыз біле ме, жолдасыңыз қалай сізге қолдау білдіре ме? Ең алғаш рет естіген кезде андай бір қарсы болатындай, ой, трейдинг деген или таныстарыңыз арасында болған жоқ па андай? Ой, трейдингтен болмайтын нәрсе, керісінше жолдасым мен үйде отырғаннан кейін барынша мен жаңа Адия ханым айтпақшы, мен де осыған дейін не жасамадым, қанша курс оқыдым, неше түрлі нәрсені жасадым. Үйде отырған аналар енді барлығын көреді ғой. Неше түрлі курс оқып, арасында жаңағы ақшата да тауып отырдық. Ал мынаған келген кезде жолдасыма айттым, бірден енді аз сумма емес қой курстың ағасы. Не екенін тіптен оған түсіндіре алған жоқпын. Осындай нәрсе дегенем, үстіп жарайды, барып оқы деп бірден келісім берді. Қатты қарсыласқан да жоқ, барынша оқи берді. Оны оқып болып, сіздің жаңа мастер-классыңызға келдім, араға бір ай салып қана. Сөйткенем, керек нәрсе болса, қызықсаң, жарайды, тағы да оқы деді. Содан кейін араға бірнеше ай салып, тағы бір курс, енді мен үйде жасап жүрмін, бірде плюс, бірде минус, басында сондай болады ғой бәрінде. Сөйткенде, білімің жетпей жатса, тағы да оқып ал,
мүмкіндік бар, тағы да барып оқып ал, жеке оқып ал деп 3 рет па 3 рет 4 рет мен оқыдым. Кейін жаңағы брокерді ауыстыратын кезде де айттым, осындай бар екен, жаңадан стратегиялар қосылыпты мен оқыған жерде дегеннен, тағы да барып оқып алсай деді. Ол барынша, ол маған қазір тағы басқа жақтан болса басқа жақтардан да оқып ал дейді. Мен айттым, жоқ, мен оқып болдым, оқитын барлығын оқып болдым. Ең бастысы маған оқығандардың барлығын қайталап, практика жасап, үлкен жаңағы нәтижеге жету дедім. Мен оқитынды уже оқып болдым. Ең бастысы менде база бар, жақсы фундамент бар. И айналамда жақсы осымен айналысатын жаңа орта бар, и сұрайтын білімді жаңа сіздердің академия бар. Ең бастысы сіздердің Астанада болғандарың үшін ең бірінші плюс болғаны маған осы. Жаңа кез келген кезде сұрап, барып жаңағы көрсетіп, не істеп беруге де бара алатын мүмкіндік бар ғой енді сіздерде. Сол үшін сіздер таңдадым. Бір рет емес, сіздерге мен 2 ретке оқыдым ғой. Екінші ретте ойланбастан сіздерді таңдадым, себебі сіздердің командада мықты адамдар көп, жаңа менторлардың өзі қандай кез келген уақытта жауап беруге жаңағы дайын тұрады. Жаңа білімдеріңіз, стратегияларыңыз үстіне жаңағы новыйды қосасыздар, қосқан сайын жаңа стратегия қостық, сіздерге мысалы осындай бағада демейсіздер, жаңағы дайын тұрған чатқа дайын салып қоясыздар тегін. Ең бастысы соны алып қолдану керек болды бізге. Жақсы, рахмет. Ол кісінің енді жолдасыңыз өзі былай қызығып үйретті. Жоқ, өзім жоқ, мен кірмей-ақ қояйын, мен оқымай-ақ қояйын. Сен оқы, сен оқуың үшін барлығын салам. Сен оқып, сен түсініп, не істей бер, мен өзім жұмысым жасай берейін дейді. Екеуміз екі жақта жасай берейік дейді. Айналамдағылар енді басында айтқан осылай айналысамын деп, менен біраз адамдар да сұрады негізі, таныстарым, оқытшы, үйретші қымбат болғансың. Мен айттым, мен әлі оқытатын, үйрететін жағдайға жеткен жоқпын. Оқимын десеңдер, оқитын жердің адресін берейін. Мен оқытқан адамдарды. Ал бұл үйрете салатын, көбісіне мен баяғыдан айтатын, бір торттың рецебі емес деймін. Себебі мен өзім торт, пирог сондайларда істеп сатқанмын да уақытысында. Неше түрлі үйде отырғансың. Бұл ондай рецепт емес, мынаған мынаны қосасың, мынандай нәрсе шығады дейтін нәрсе емес бұл. Бұл деген кәдімгі бір үлкен мамандық. Айтам даже медиктерге айтам, бұл кәдімгі медицина сияқты сендердің деймін. Ода оқи бересің. Практикамен келетін нәрсе бұның результаты деп. Сондықтан да бұл оқып, үйрете салатын, былай деп көрсете салатын нәрсе емес. Мен айналамдағы адамдар қанша сұрады менен. Мен ол қызғанғанымнан емес, себебі мен олай үйрететінде әлі ондай дәрежеде емеспін, и ол оңай нәрсе емес. Келем, кірем, ақша табам деген нәрсе емес. Бұл жерде ұзақ оқу керек, практика жасау керек, білім керек, жаңағы психология керек. Сол үшін кәдімгідей уақыт бөліп, оқуға кірісіп, болашақта нәтиже көргісі келетін адам міндетті түрде оқу керек. Дұрыс айтасыз, мен сізге толықтай келісемін. Енді жалпы тренинг деп естіп жатқан кезде, может, таныстардың арасында, немесе бізге де жазып жатады ғой, болмайтын деме, ол салған ақшаны аласың. Лохотрон деп неше түрін естіп қой. Соған не айта аламыз жалпы сондай нәрсе? Жоқ, ол ондай емес. Оны адамның өзіне байланысты ол. Ойынға айналдырып жіберуге де болады. Біліммен жақсы табыс көзіне айналдыруға да болады. Ол адамның психологиясына байланысты. Қандай жағдайда ол сондай нәрсеге бару мүмкін, мысалы, ойын деген сияқты? Бірден көп ақша тапқысы кеп, немесе үлкен қарызда жүрген адам бұл жерге келген негізі басында дұрыс емес деп ойлаймын, себебі бірден үлкен қарыз бар адам аз ақшадан көп ақша жасағысы кеп, психологиясы бұзылып, керісінше қолындағы ақшасынан да айырылып қалуы мүмкін. Бұл жерге психология жаңағы миы тұрақты өзінің жаңа жұмысы бар адам басында қосымша табыс ретінде келу керек. Үйренгеннен кейін негізгі жұмыс ретінде қарауға да болады бұл жерге. Дұрыс айтасыз, мен толықтай келісемін. Менде. Өте дұрыс айтасыз, мен кәдімгі айтқым келген нәрсе де осы. Еще кім қосымша мысалы бір нәрсе бастайын деп жүрген адамдар көп қойғас, бір нәрсе. Бірден бұл жерге көп ақша салып, прям мындай жаңағы бір магазин ашатын кезде бірден адам көп ақша салады. Сол сияқты ала қалдым деген нәрсе емес бұл жерде. Бұл жерде ең бастысы білімге жақсы инвестиция жасасаң, кішкене күтіп практика жасауға өзіңе мүмкіндік жасасаң, результат бір жылдың ішінде негізі жақсы результатқа жетуге 1-2 жыл, ал прям жақсы результатқа жету үшін жаңағы 3-4 жылдық уақыт керек болады. Ең бастысы тоқтамау керек бұл жерде. Бір күнде миллион табуға болады ма? Жалпы мысалы қалай? Жоқ, негізі болады. Бірақ жаңағы айтып тұрғандай уақыт керек. 3 жыл, 2 жыл, 3 жылдан кейін тұрақты түрде істеген адам табады. Менде 2 жыл болды, бірақ 2 жылда мен толықтай кірісіп айналыстым деп айта алмаймын, себебі мен басында келген кезде балам 1 жаста болды. Содан кейін арға 1 жыл салып, мен 5-ші баламды босанғаннан кейін бірнеше айлар болып қалды, арада жаңа мүмкіндік болмай қалды қарап не істеуге, жұмыс жасауға. Бірақ сонда да арасында аз депозит салып, ең бастысы үйренген нәрсемді ұмытып қалмайын деп мен тұрақты түрде қайталап отырдым барлығын. Себебі бұл жерде ақша бар, ертең балам кішкене өсіп, өзім тұрақталып реттеліп алайын, бұны міндетті түрде жалғастырамын.
қайттан басынан бастағанша бар білімімді сақтап отырайын деп тоқтамай барынша аз-аздан болсын жасап жүрдім мен. Жақсы, рахмет. Үйде интернет байланар ма? Үйде істей бересіз ғой? Үйде жасаймын, айтамын ғой басында. Бала емізіп отырып, осылай ақша табамын деп ойламаппын деген бір кезде. Себебі бала емізіп отырып, мен мысалы $100 жай таба салдым мысалы кейбір кезде. Ұйықтап жатады, қолыңда миың тынық болса болды ең бастысы ана. Иә. Қолыңда телефон, миың тынық болса, ал баламен кейде ана улап-шулап жүрген кезде басында мен кіре беретінмін, баламен жүрсем де ұмыт кететін кейде ашқан позициямша. Сөйтіп өзім миыма құйдым. Мен сыртқа шығатын кезде, үйде у-шу болатқан кезде мен мүлде позицияға кірмеймін деп өзімді соған үйреттім қазір. Еще настроение болмаған кезде, біреумен ренжіскен кезде кіруге болмайды. Минусқа кірген кезде соны қайтарып аламын депті. Неше рет кірдім басында, өтірік емес, кірдім, қайтарып аламын деймін. Наоборот, депозитімнен айырылып қалатынмын. Керісінше бар депозитті бұл жерде пайда табу емес, негіз депозитті сақтап қалу. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Енді осы кезде сұрақ туындап жатыр ғой, біз подкастта просто көрмедік адамдар. Бір адам нәтижеге жете алмай жүр, бір адам бастайын деп ойланып жүр. Сол үшін осындай бір новичоктарға кеңес берейікші. Сондай, егер мен трейдер болсам, енді өз-өзіме мысалы 3-4 жылдан кейін қалай айтсам болады, өзім мен трейдер бастағалы жатырмын. И өз-өзіме қазіргі біліммен қандай кеңес берер едім, мынандай нәрселерді істеме, мынандай нәрсені Аллах бол, және минусты қайтарып алма деген сияқты. Сондай қандай бір советтер бере алады? Менде бірақ қана совет қанағат. Қанағат болу керек барлығында. Мысалы, насмотренность дейді ғой. Графикті біраз уақыт керек. Вообще трейдинг түсіну үшін уақыт керек. Ол білімнен бөлек сенің көзің үйрену керек. Ана рынок қалай қозғалады соған. Сен оған үйренгеннен кейін барып стратегияларды қолданып барып, ішінде өзі беретін бір $10-20 қозғалысы болады. Соны тиімді қолданып білсең, қанағатымен болды, саған басқа ештеңе керек емес. Ең бастысы сол дейсіз ғой, иә? Дұрыс айтасыз. Малика ханым, тағы не айта аламыз новичоктарға, қандай кеңес? Мысалы, бастап кет, таста кет жүрген, или бастай алмай жүрген адамдар көп. Жоқ, бұны бастаған адам негізі ақша бар екен білген адам тастамайды. Бірақ сол тастамау үшін бірден үлкен ақша салмаңыздар деп кеңес беремін. Себебі үлкен ақшаны жоғалтқан адам қайтадан бұл жерге келуі қиын болады. Ал аз ақшаны өздеріңізге айтады, сколько не жалко дейді депозитке. Сонша салып жасау керек. Минусқа кетсеңіз сізге жалко болмау үшін. Ең бастысы білім болса, жаңағы айтқандай аз суммамен де көп жасауға болады ғой. Жаңағы қанағат миға үлкен емес, кішкене заказ беру керек сумманы. Айтпақшы, үлкен сумманы көріп қалған адамдар бар бұл жерде, мысалы, жұмыс істеп жақсы, жаңа айлық алып жүргендер немесе бизнес жасап жүргендер бар. Олар үшін мысалы $20, $30 қанағат болмауы мүмкін. Ал бірақ есептесеңіз, күніне $20-30 тапсаңыз, айына сіз орташа бір жалақыны алып отырсыз есеп. Ең бастысы тұрақты жасасаңыз, айына жақсы сумма табуға болады. Бір күн жаса, бір күн жасамау емес, ең бастысы. Мысалы, күніне норма қойдың ба өзіңе, $100-200 қойдың, соны жасадың ба, содан кейін рыноктан шығып, қайтадан кірмейтіндей психология жасап алу керек адам өзіне. Ал енді жаңадан келгендерге бірден $100-200 деп айтпаймын, $20-30 қанағат жасап, бір апта, 2 апта жасаңдар. Келесі айдан бастап уже кішкене жаңа планканы көтеру керек. Солай-солай үлкен суммаға аз-аздан қанағатпен жету керек. Бір дәптер арнап жазып жүру керек. Осының барлығы негізі айту оңай, жаңағыдай. Бірақ жасайтын адамдар аз. Істеу қиын болады. Істеу қиын. Негізі қиын нәрсе емес, просто адамның өз-өзін тәрбиелеуі ғой бұл жерде. Мысалы, бір дәптерді арнап қою, күнде мысалы кірген, шыққан точканы жазу емес, элементарно. Күніне осынша табам, жанына галочка қойып қой. Екінші күн таптың, галочка қойдың. Үшінші күн аз таптың ба, төртінші күн барынша көп тауып, ананың орнын толтырып жаңағыдай. Бір айлық нормаға жету керек та солай. Жақсы, өте керемет ақыл кеңес екен. Енді мынандай ғой, былайша айтқанда, трейдинг дегеніміз өзіміздің әлсіз тұстарымызбен күресуге қалай келісесіздер ме? Келісеміз. Тұрақтылық қой ең бастысы жаңағы. Тұрақтылық, өз-өзіңмен күресу. Тұрақтылық болған жерде, өз-өзіңе тәрбие болған жерде негізі нәтиже міндетті түрде болады ғой. Сенің кім екеніңді көрсетеді деген шынымен де. Ішкім тура трейдинг сияқты сенің қара жақтарыңды шығармайды деп айтайыншы. Мен өз-өзімді ұрсып аламын ғой кейде. Мысалы, түске дейін, осыған дейін қанша менде практикамда болды, түске дейін жақсы жасаймын, түстен кейін жасағаным минусқа кетіп қалды. Азияда жақсы жасайсыз. Сол айтам болды, түстен кейін кірмеймін деймін. Кірмей жүрген кезде жақсы тұрақты түрде табып жүреді. Кейде бәрібір түстен кейін бос отырып қаласың, балаң ұйықтайды, үйің жинаулы, тамағың жасаулы, бос отырасың да, сосын қайтадан кіріп қоясың. Сол кезде жасайсың да. Демек, түстен кейінгі кірген
жарамайды екен. Жаңағыдай ақшаны бірден шешіп алатын брокерге кіргелі мен түске дейін мысалы барлығын, мен даже депозитімді де шешіп алатын болдым. Мысалы күніне $50 салам, $100 салам ғой депозитке. Соның үстінен тапқан ақшамды шешемін и депозитім шешемін. Депозит шешпесем, түстен кейінгі уақытта мен арасында кіріп депозитім жоқ болып кетуі мүмкін. Ақша тұрған соң жасап бергіңіз келеді ғой. Жаңа кірмеу үшін енді қолда ақша болып тұрып кірмеу үшін тоже жақсы психология керек қой. Ал оны шешіп алсаң уже кішкене оңайлау да. А жоқ қой дейсің да. Лучше таңертең тұрам, қайтадан бәрін нөлден бастаймын. Қайтадан депозит салам. Түске дейін соны шығарып, түстен кейін полный бәрін шешіп алатын болдым. Осы арада айта кетейінші, мысалы мүмкін көрермендер бар шығар, қалай ол, грубо говоря, 6000 теңге, $10 қалай адамдар $200 тауып жатыр деп, сондай ой болуы мүмкін. Осы арада айтқым келеді, мысалы iTrade'те сіздерге толықтай стратегиядан бөлек барлық инструменттерді береді. Қай уже тексерілген, уже 120 мыңдаған рет өздері тексеріп көрген брокерларды береді. Өте тиімділерін береді. Жаңағы кім айтпақшы, 2-3 күнде күтпейсіз, бірден қалай шешіп алу керек, қай жерде комиссия аз болады, барлығын дайындап береді. Просто кіресіздер де білімді алып қолданасыздар, болды. Соны айта кетейін деген. Андай ой болмасында қалай ол $10 қалай көп алады. Мысалы, даже қозғалыс $20-10 болса, ол жерде қосымшадағы инструменттер бар ғой, соның барлығын iTrade'те береді сіздерге. Жақсы, енді рахмет. Мынандай нәрсе ғой, мысалы, табыс тапқан кезде бір күнде бір күшті табыс тапқан кезде, вау деп андай эйфория болып, сондай бір қандай ощущение болды ең бір тапқан кезде. Қатты табыс тапқан кезде, бір қуанып кету, жұмыстан шығып кету деген көп адамда сондай ой болып жатады ғой. Сіздерде сондай бір ой болды ма? Бір сондай бір эмоция, бір сәтсіздікті айтық, енді бір қуаныш жағдайды айтайықшы. Естеріңізде бар ма? Мен сол түске дейін жүріп үйде жаңағы $100 ба, $800-900 таптым. Ол кезде менде айс маркет болатын. Сөйтіп түстен кейін жаңағы коляскамен баламды алып неге прогулкаға шығып жүрдім. Сонда да қоймадым. Басында ғой ол. Жаңағы $700-800 қанағат жасамай қалдым да басында мен. Сол 700-800-ді мен одан да көбейтемін деп ойладым. Ең үлкен қателік міне басында жаңағы новичоктарға да айтатын. Ең үлкен осы. Жаңағы жасағанға қанағат жасамай, соны көбейтемін десең, сен керісінше жасағаныңмен қоса депозитіңнен айырылып қаласың. Ол уже тексерілген, дәлелденген психологиясы адамның ол. Қайтарып аламын. Немесе түске дейін минус болсаң, түстен кейін сол минусымды қайтарып аламын десең, сен минусыңды қайтармайсың, керісінше депозитіңнен айырыласың. Ол бірнеше рет дәлелденген, өзімнің практикамнан да өткен нәрсе. Жаңа $700-800 таптым. Түстен кейін сол шешуге айс маркетке жібердім. Бөліп жібердім. Содан кейін 2 күн жасаған жоқпын өз-өзімді ұстап. Жаңағын шығарып алу үшін. Сөйттім да 2 күннен кейін ақырындап уже жаңағы $500 бір түсті, $300 бір түсті. Бірден счетым почти қанша? $1000, 500 мың теңгеден асып кетті да счетым бір күнде. Сөйттім да соны аз-аздан қайттан счетқа салып, сол айтып тұрмын, жаңа мен өзім қалтамнан үлкен ақшалар салып минусқа кірген жоқпын. Жаңа үстінен өзімнің тапқан ақшаларымды шығарып, соны сол өз ақшасын, өзінен алған ақшаны өзіне салып оборот жасап отырдым да, былайша айтқанда. Сода пайда көріп. Иә. Ал сырттан жаңа қарыз алып, немесе үлкен ақшалар салып, олай жасамадым. Жақсы, енді жалпы трейдингпен айналысқалы сіздерге қалай өзгерістер болып жатыр? Мысалы, отбасыда қарым-қатынас, эмоция, ұйқы дегенде ондайлар өтті ме? Енді ондай нәрседен басында өзгерістер? Болды, жаңағы минусқа кеткен күндері көңіл күйің болмайды. Енді сен отбасыда болғаннан кейін балаң, күйеуің бәрі байқайды оны. Ондай да уақыттар болды, көңілді де күндер болды, сыйлықтарды алып бересің, жаңағы емін-еркін жазда ата-ананың үйіне бардым, оларға барып деген ремонт жасасқанға маған біраз ақша болды ол. Мен үйде отырып өте қуаныштымын. Ең алғашқы прям қуанышты табысым ол 21 мың теңге болған. Мен білем қанша доллармен істедім, есімде жоқ әйтеуір. Сол кезде жаңағы менторыма жазамын ғой, Марғұлан мырза айтады, Адия ханым барып бірден шешім. Сіз де жаздыңыз ғой деймін, барып бірден шешіп, бірденке өзіңіз үшін алыңыз, ана миыңыз, ана ақшаны, ақша екенін сезсін дейді да, ойынға айналып кетпейтіндей. Мен далада баламды әткеншекке отырғам, сосын кейін жаңағы табыс таптым да, анализ істеп барып ақшамды шешіп, суретке түсіріп жібердім ғой шатқамна, менің алғашқы табысым. Мен оны қалай қабылдадым? Бастамасы ретінде қабылдадым. Үлкен болашақтың, үлкен табыстың бастамасы ретінде қабылдадым. Бардым да өзіме бір мороженое алып жедім. Ана мороженое за все мои 31-31 лет вообще
впервые такой был Удовольствиемен. вкусный. Оған дейін енді жұмыс істеген жоқ емес, жұмыс істедім ғой, бірақ именно трейдингтен тапқан ақшам бір ерекше мен үшін. Көңіл күй де жақсы болады. Өте күшті болды. Балаларың болса, тем более оларды қуантқың келіп тұрады, қалаған нәрсесін алып бергің келіп тұрады. Спокойно жаңағы жүріп. Осы оқуға келердің басында мен әкеме звондап бата сұраған болатынмын. Сол кезде батасын берген соң жазда барып қуанттым ғой. Өте разы болып қалды. Трейдингтің арқасы, білмеймін, трейдинг мен үшін бір ерекшеші. Басқа жұмыстарыма қарағанда. Мен банктерде де істедім, Алматыда жұмыс істеген болатын. Ол жерде коллектив бәрі күшті, бірақ трейдинг бар ғой андайда. Сен кез келген жерде емін-еркін қалаған көлемде ақша таба аласың. Андай безгранично. Сенің біліміңе қарай и психологияңа қарай. Дайын болсаң, одан көп таба бересің. Сол үшін мен депозитті көп қолданғым келмейді, өйткені маған қазірге қанағат, жеткілікті. Мен осыны бар ғой, ұштап алсам, одан кейін $100 салғанда не болады? Одан кейін $1000 салғанда не болады? Бір схемамен жұмыс жасай бересіз, просто депозит үлкейеді. Иә, болды. Азаздан үлкейту керек депозитті. Просто оған қазір әлі салғанға депозитімді өсіргім де келмейді, и маған осылай қызықты. Осылай бірнеше 100, 200, 300, 500% істеу деген керемет қой. Сізде Марғұлан сияқты болыпсыз ғой? Мен сол скоро Марғұланды қуып жетем. Жарысамыз десе. Енді көп адам мысалы трейдингке айтады, трейдингтен кез келген адамның қолынан келе бермейді. Анау мынау деген сияқты. Действительно барлық адамның қолынан келе береді деп айта алмаймын, бірақ кімдердің қолынан келуі мүмкін. Трейдингті бастау үшін не нәрсе білу керек, или қандай бір қасиеттер бола ма адамдардың, қандай бір качестволарға назар аудару керек. Қалай ойлайсыздар? Тұрақтылығы бар адам, решительность. Қолында телефоны бар адам болса болды сияқты негізі қазіргі заманда. Телефон болу керек, интернет болу керек, и жаңағы негізгі жұмысы бар адам бастаған дұрыс па негізі бұны? Негізгі жұмысы бар, басында қосымша ретінде алып жүру керек. Мысалы, оқып жүрген студенттер бар қанша. Күніне тұрақты түрде уақытын бөлу керек, кемінде 2-3 сағат. Солай жақсы тұрақты табысқа шыққан соң, жаңағы жұмысынан шығып кете беруге болады. Ал бірден жұмыстан шығып, бұл жерге келіп, мысалы, тау қопарам деудің керегі жоқ. Басында аз-аздан бастау керек. Өз-өзіңе сенімді болған кезде ғана үлкен суммаларға өтуге болады. Негізі трейдингті былай қарастыруға болады, кәдімгі инвестиция болашаққа деп. Өйткені бізде енді өкінішке орай андай финансовый грамотность дейді ғой, ондай жоғары деңгейде емес, ол жеке оқытылмайды, иә. Ал егер кішкене былай акцияларды оқып білсеңіздер, қосымша жаңағы біздің банктардан долгосрок дейді ғой, сондайға акция алатын болсаңдар, оны инвестиция ретінде пассивті қарастыруға болады. Ал қосымша табыс көз ретінде де қарастыруға болады, бірақ ол үшін міндетті түрде білім алу керек. Шешім қабылдау керек, решительность должно быть. И психологияңды, прям психологиямен жұмыс істеу керек. Сен қалауың керексің, көбірек ақша табуға. Енді біздің менторлар айтпақшы, біз бұл өмірге таңнан кешке дейін жұмыс істеу үшін келген жоқпыз деген сияқты. Шындап та ақша көп әлемде, табуға болады, бірақ ол үшін қосымша білім керек. Мен негізі оқуға келген себебім де сол, неге бір адамдар көп табысқа жетеді, біреуі мысалы сонша білімі бар, бірақ табысы жоқ. Сөйтсем менде нақты осы бағытта білім жоқ екен. Сол үшін мен оқу үшін жаңағы шешім қабылдадым. Және мен басында сіздерде акция оқыдым ғой. Акцияның шынымен де Малика ханым айтқандай уақыты кеште өте ыңғайсыз болды. Өйткені бала шаға келеді, жолдасың келеді, тамақ бересің, үйдің шаруасы. Тап сол кезде рынок ашылады. Сол үшін мен акцияны бітіре сап бірден жаңағы алтынға көшіп кеттім. Алтынның қозғалысы әдемі екен. 23 сағат жұмыс жасайды ғой. 23 сағат жұмыс жасайды, түнгі 3 пен 4-дің арасында 1 сағат қана демалыс. Суббота басқа демалыс. 5 күн жұмыс жасап тұрады. 5 күн ішінде күніне бір 4 рейс, 3 рейс, кем дегенде 2 рейс күшті алуға болады. Негізі ең тиімді уақыт қай уақыт? Мысалы таңертең мен 8:30-нан 10-ға дейін екен, өзім үшін ыңғайлы уақытты тауып алдым мен қазір. 8:30-да 8-де бүкіл мектебіне, жаңа садикке жұмысқа жіберем. 8:30-ға дейін айналамды реттеймін да. Сонымен 8:30-да бүкіл жерімді жинап отырам. Ал жұмыс шаруа жасап жүріп қанша рет кірдім болмайды екен ол. Бүкіл жерім таза тыныш болса, мен миым тыныш болса, сол кезде 8:30-да кірем и 10-ға дейін, и 10 мен 12-нің арасында кейде кірем, 12-ден кейін мүлде кірмеймін мен өзім. Енді әркімге әртүрлі ғой. Маған сол уақыт ыңғайлы. 8:30 мен 12-нің арасы. 8 мен 12-нің арасы кейде.
Жақсы, енді маған бүгінгі подкаст кәдімгі ұнап жатыр. Енді сіздерді тыңдап састарымды қарап отырмын ғой, көрермен сияқты қарап отырмын да. Өте көп пайдалы ақпараттар айтылып жатыр. Енді өзіне керегісін алады деп ойлаймын. Қанша мотивационды нәрселер болып жатты. Енді сіздердің қолдарыңыздан келіп тұр. Сіздерден нөлден бастап қаншама қиыншылықты жеңе білген адамсыздар ғой. Сондықтан біздің көрермендердің де қолынан келеді деген үміттеміз. Жалпы алдағы уақытқа жоспарлар қандай? Трейдингке келгелі тағы қандай жақсы жағынан или жаман жағынан өзгерістер болды ма? Давайте осы сұрақтарға жауап берейікші. Күшті. Мақсаттарым, үлкен мақсаттарым бар, қол жеткізетін. Және де негізі мен сіздерден күтіп отырмын. Сіздер реалити жасаймыз дедіңіздер ғой. Мен сол жаққа барып кішкене білімімді шыңдағым келеді. Қатысу үшін күшті болатын еді. Одан кейін жаңағы возможность болса проп-компания алу. Неге алмасқа, иә? Проп-компаниямен жұмыс істеу. Менде негізі проп-компания бар, басында алып қойған. Мен $26 қалды. Просто кіріп істегім келмейді оған. Жету үшін ба? Өту үшін? Өту үшін емес. Кетпеу үшін. Соны қазір өсіру керек. Өйткені мен оны алып қойдым да әдейі қолданған жоқпын. Мына жақта практикамен табысын тұрақтылап алайын. Одан кейін кіріп 1-2 күнде оны өтуге болады. Өтіп алып, сосын кейін сонымен жұмыс істегім келеді. Кстати, біз жарысқа қатысып жатырмыз ғой. Иә, кеше стористеріңізде көріп қалдым ғой. Әзірше енді бір жорында тұрмыз. Көп банда да ма жасап? Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша, иә. Анда сертификаттар алған солған байланысты ма? Ол, короче, жаңағы нелер ғой, проптарын ұйымдастыратын челлендждер $100,000 береді. 12% па, менде 13% па сондай болып тұр. 2 күнде ма? Енді қашан аяқталады ол? Ол айдың соңында аяқталады, бірақ айдың соңында мен қатысамын, өйткені келесі апта бір жаңалықтарым болып тұр. Сол осы апта соңғы аптаға қатысатын жүрмін. Бірақ енді разница отрыв кәдімгі большой болып тұр. Қызық болады анда, жарысу деген жақсы ғой негізі. Ал қай жерде өтіп жатыр ол? Ол кәдімгі онлайн ғой. Онлайн кәдімгі логин пароль жазасыз, заранее заявка жібересіз. Қатысасыз, енді декабрьде болады. Жақсы нәрсе екен. Сол біз жарысшымыз Марғала бірінші шығып келеді, мен бірінші шығып келеді, Марғала шығып келеді, Нұрекен келеді, одан кейін Азамат бар, сол. Басын бастап тұрған өзіміздеңші. Өзіміздің арамызда күрес болып жатыр ғой. Сол қызық енді. Чисто осыны сіздердің академияда өткізу керек сияқты да осындай нәрсені. Сондай, вот жаңа сіз айтқан реалитиді алдағы уақытта жасағымыз келіп тұр. Жақсы идея салдыңыз. Қызығушылық болады, адамдардан талпыныс, жаңа қызығады, орта жақсы болады. Біздің өзімізге де өсуге ары қарай. Иә. Дұрыс айтасыз, арға мотивация болады. Сол енді сіздерге үлкен рахмет. Тағы бір қорытындылап не айтамыз, не нәрсе айтылмай қалды, может ойда қалып кеткен бір нәрселер бар ма, сондай нәрсе. Ойланып жүрген адамдар болса, жаңағы не екен деп бірақ қазір енді информация өте көп қой, не екенін түсінетін. Мен 2 жыл алдын келген кезде мен айналамда ондай айналысып жүрген адамда болған жоқ. Бұл туралы мүлде даже Инстаграмда бірде-бір информация көрмеген адаммын да. Прям нөлден бастап келдім өзім. Қазір информация көп. ютубтан жаңағы кішкене сабақтарды көріп, егер сізге қызық болатын болса, міндетті түрде көру керек бұны. Себебі бұл болашағы бар мамандық қой. Мысалы Америкада қаншама жүздеген жылдар алдын келе жатқан нәрсе бірден жоқ болып кетпейді. Керісінше Қазақстанға енді келіп бұл мысалы не істеп жатыр ғой, қазір көбейіп жатыр. Жаңа жұрт айналадағы адамдардың сөзіне мән бермеу керек. Ең бастысы өз-өзіңізге сенімді болсаңыз, қорықпастан осы алтынды үйрететін Ерболат мырзаның алтын командасына ойламай келе берсеңіздер болады. Реклама, тек реклама дейсіз ғой. Жоқ, мен өзім бір рет емес 2 рет келдім, маған да одан кейін бірнеше жерден жаңағы сабақ өтетін жерлер кейде звондайды, бізде мастер-класс болады, келесіз ба дейді. Мен басқа жаққа барсам, бір жүрегімде сіздерді сатып кеткен адам сияқты боламын да. Бір сол жаққа барып мені мысалы көріп, мысалы айналада оқыған адамдар көріп, сіздерде көріп жаңағы ыңғайсызданып, тек сіздерге келем, сұрақтарымды сіздерге қоям. Басқа жерде де болса осы сияқты білім шығар, бұдан артық болмас. Ең бастысы адамның өзінің қабылдауына байланысты ғой. Барлық жерде білім бар. Ол барыңыз келсе ол тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, мен өзім жоқ ана сіздерге 2 рет келдім. Енді білімнің барлығын мен негізі алып болдым. Ал қазір уже фундамент бар, ютубта да, мысалы интернеттен да жаңағы нелерді, сабақтарды көрсем, мен түсін аламын да, уже менде фундамент бар. Сондықтан да тек қосымша сұрақтар бойынша сіздерге хабарласып, сіздерден жауап ала аламын. Ең бастысы керек нәрсе маған сол. И жаңағы технический нәрселер, брокер, жаңағы неше нәрселерді сұрауға да мүмкіндік бар. Ана Марғұлан, Азаматтар өте жақсы біледі ғой кез келген уақытта. Қыр-сырын білетін адамдар ғой. Иә, сондай адам қасымда болғаны мен кішкене тыныш боламын да, кез келген уақытта хабарласам деп. Адияхан, бір нәрсе айтайын деп жаттыңыз ғой дейме? Негізі артық сөзім жоқ. Жай ғана мен өзім 2 рет оқыдым. Жолдасым да келіп оқыды. Тексерілген адамдар дейді ғой, иә. Ниеттері түзу. Жай ғана біздің
курс сату емес мақсаттары, шындап та адамдарға мүмкіншілік беру. Ол мүмкіншілікті енді білім арқылы ғана жасай аласыздар өздеріңіз. Сол үшін егер әлде ойланып, көп курстарды қарап, біздер оданша ерболаттарға біраз келіп кетіңіздер, білім алып шығасыздар, содан кейін практикамен керек барлығы. Курс шынымен де көп, бірақ сіздерге ерекше алғысым. Рахмет үлкен. Және сіз Малика ханым тағы бір сөзіңізді айта кеттіңіз. Мен сол нәрсені айтуды ұмытып кеттім да. Трейдинг болашақ жайлы деп айттыңыз ғой. Сол трейдинг болашағы деген дұрыс айтасыз. Мысалы бір мамандықтар болды, P2P деген адамдар айнасы басады. Бір 7-8 ай ма, бір жыл Қазақстанда жақсы екен, вау деді, өшіп қалды. Ал трейдинг сондай нәрсе сияқты өшіп қалуы мүмкін емес. Өйткені бұл Америкада бұрыннан бар нәрсе. Енді Америка жоқ болып кетпейінше, бұл нәрсе тұра береді. Бір тұрақтылыққа жетіп, бір біліммен жақсылап тұрып алып алсаңыз, әлемнің кез келген жерде білім болса, конкуренция жоқ. Любой уақытта айнасы жүресіз. Всю жизнь дейсіз. Wi-Fi сөйлем. Ең бастысы телефон, интернет болса болды ғой. Білім болса баста. Білім болу керек міндетті. На всю жизнь деуші еді ғой. Сол нәрсені айта алмаймын. Деуші дегенге тіл келмей қалды ғой. Соңғы кезде сөйтіп зайға деп бастайтын болып, жаттығума нәрсе жасау керек қой. Сосын ала берсең жақында біз тоже Европадан бір білім алайық деп жатырмыз. Өйткені адам айтады ғой, бір су сияқты бір орында тұрып қалса былайша айтқанда тоқтамау керек қой. Тоқтамау керек. Сол үшін үздіксіз дамып отыру керек. Еще бізде енді қазір 6 ментор жұмыс жасайды екен де. Енді 6 ментор ойласаңыз да, шарда білімдер бізден артық болмаса кем емес. Практика жасаған сайын адам білім артады ғой. Ол кісілер үйреткен сайын өздерін тұрақтандырады. Сенімділік пайда болатын сияқты адамда, иә. Сен білсең, сенімді боласың ісіңе. Ал білмесен, андай қобалжып, білмей тұрасың да, и жұмысың жүрмейді, шынымен де солай. Даже сол ТВХ-ң да солай. Біліп тұрсаң кіресің, білмей тұрсаң, анда кірсең минус болсын, анда кірсең минус болсын. Дұрыстап, күтіп, асықпай жасай. Енді сол ала берсе Европада білімді алсақ сіздермен тоже бөлісеміз. Енді қазір жігіттерге мотивация болу керек қой. Жігіттерге сол үшін андай білім біздікілер ашты. Мен күнде задание беріп, сіздер қалай задание беретінін білмейсіздер ғой сіздер. Сол кезде мынандай тақырыптарға бөліп зерттеп, күнде бізде андай даму керек қой. Иә, бас ауырып кетеді анан, настолько информация көп болып кетеді кейде. Что оның бәрін қорытып енді біз ары қарай беруіміз керек адамдарға. Сол үшін фильтровать етеміз, мынау болады, мынау болмайды деген сияқты. Күнделікті сондай нәрселер болып отырады. Бірінші өздеріңіз барып келіңіздер, кейін команда жинап барып келіңіздер күшті. Иә, берсе. Шетелге дегенде онлайн аламыз. Біз онлайн удобный ғой, өйткені қазір транспорт мынау бар. Болашақта офлайн шетелге де бару жоспарда бар, енді оған да жететін шығармыз бір күн. Сол енді көп адам тренинг бастайды, одан тастап кетеді, сол нәрсе обидно да. Сосын ертең андайда штук дейді ғой, лот деп айтады, енді көп штук алып қоя салады екен, тез көтергісі келеді де, жоқ жерден кіре салады да, давай мен ақша таба алайыншы. Отырады, қазір телефонды ашты, қазір мен басында көп адам негізі осыдан өтеді, бұдан да өту керек. Бірден идеальны болып кетпейді барлығы. Бірақ жаңағы айтқандай, аз суммамен бастасаңыздар, сіздерге жаңағы не болмайды, қиын болмайды да, өздеріңізді қайтадан тұрып, қайта бастауға. Бірден әрине көп сумманы салып, кез келген жерден үлкен лотпен кіріп, жасыл көрсең лонг, қызыл көрсең шорт кіре беретін болсаң, ол сен психологияңа әсер етеді, келесіде уже кіруге жаңағы желаниең болмай қалады. Сол үшін өзің қанша сумманы көтере аласың, қанша сумманы жоғалтуға өзің дайынсың, сол сумманы салу керек бұл жерде. Дұрыс, көптеген инсайттар кетті бүгінгі. Осы арада негізі мен соңғы уақытта білесіздер ме, басында біз енді оқуға келгенде консолидационный периоды болған, негізі 6-шы. Сол кезде бар ғой, ана даже как он называется, жаңағы рыноктың структурасын түсіну қиын болды да, жаңағы трендтің өзін ұғу кішкене қиындау болды бізге новичоктарға. Базасы вообще кішкентай. Ал қазір бар ғой, білесіздер ме, мен консолидация деген затты жақсы көремін, өйткені одан кейін бір жақсы қозғалыс болады деген сөз. Сосын кейін имбаланс деген ол не? Олды да жақсы көремін. Яғни маған осы 6 ай где-то 6 айдың ішінде сондай түсініктер келді, рынок қалай жұмыс істейді. Мен даже 1 минуттық свеча қалай артқа қойды. Қай уақытқа шейін қозғалады, сен уже бәрін біліп тұрасың. Сол үшін білім алу керек, түсіну үшін не ол имбаланс деген. Неге ол свеча именно солай қозғалады, неге ол астыға, неге үстіге. Әрине, егер сен уже қозғалып кетіп бара жатқан пойызға мінсең, ол сені жолда бас кетуі мүмкін, иә? Сол үшін сен уже остановкаға келіп, күтіп тұр. Бір автобус жүрді, екінші автобус келеді. Иә, білесің ғой қайда. Сол кезде кіресің, спокойно, зато тейкінді алып шығасың. Соны түсіну үшін, сол рынок түсіну үшін білім керек. Бұл әріптері керек соның. Соны толық түсінгенде болды, сен сенімді, спокойно, шай ішіп отырып торговать істесің. Ұйқыдан тұраса бірден графикті бір көру қазір не болып қалған ғой, привычка болып қалған ғой. Әдет тұрса, ұйықтар жолда, не болды. Себебі бір күн алдын кешке примерно анализ жасайсың да,
бірақ кірмейсің ғой енді түнде. Мен басында түнде кірген 1-2 рет қалдырып қоятын. Ұйықтай алмайды екенсің түнде. Қайта қарап, может новичок болғаннан кейін ба. Содан кейін түнге қалдырмайтын болдым. Түнге қалдырмаймын, бірақ кешке жататын кезде бір қараймын, мынау таңертең примерно осы маңайға или былай кету керек деп өз-өзіме айтамын. И таңертең қараймын, дұрыс келді ма деп өзіме. Солай өзім кірмесем де қарап, жаңағы анализін дұрыс келген келмегенін қарап жүремін мен. Түнде мен трейд жасағанмын кеше, сабақ болды поток. И менде күшті плюс болып тұр, анау қарамағым ғой, стоп лостай екеуіне жетпей одан кейін барып стоп болған екен менде. И сосын мен ошибкамды түсіндім да, бір нәрсе көрмей қалыппын да мен кеше сабақ беріп жүріп бүйтіп қарап жүріп. Одан кейін ұйықтап жатсам, прикиньші, сол түсіме келеді ғой. Осындай ошибка болды деп. Түнде қатты уайымдасың. Осында 2 күн бұрын, негізі мен трейдингтен алыспасам, мен свечкаларды көремін ғой түсімде. Осыдан 2 күн бұрын андай бір ғой, бір үлкен дистриптационный свеча түсіп, ана трейдингіне жете алмай тұршы, қиналып кеттім шоттаны мен. Оянамын да айтамын ғой, мен ауырған күнім ғой. Сол кезде маған трейдинг түсіп кетеді ғой. То есть до такой степени өте қызықты мамандық, иә. Ол анализ істеу, вообще, в общем, ана структура рынка, бұл деген үлкен экономика ғой, бұл кәдімгі философия. Маған ерекше ұнайды. Мен өстім ғой Аллаға. Аллам шүкір, мен бір қалаған затымды бердің ғой, дедім ғой. Мен оказывается бұл жұмысты іздеген екен. Маған ұнайтын жұмыс екен. Істеген анализің дұрыс келсе вообще күшті ғой. Иә, аз уақыт құртасың, кішкентай вложение, үйде отырып жұмыс істей бере аласың, үлкен возможностьтер. Иә, жақсы. Енді соның арасында түске кіріп андай көп ойлай бергеннен бәрін андай еще сол кезде сигнал беріп жатыр ғой, тәртен тұрамын. Түсімде 88-ден түседі деп тұр да. Прикиньте, и тәртен тұрсам 87-ден тұр ғой, опа, шортқа бірден кіріп кеттім. Ойлап кеттім, анай жасап, қарап. Сол рахмет, енді біз осылай қорытындылайық. Бүгінгі уақытта болып қалыпты регламент бойынша, және сізде балаларды садикке жіберемін дедіңіз, жұмысқа, сабаққа, иә? Сол сіздерге үлкен рахмет. Қаншама күшті бір ақпаратты бүгінгі ерекше бір подкаст болды. Бүгін осындай диван форматында қойғанбыз. Осының алдындағы подкастты көшере түсіргенбіз. Бұрын ылғи студияда бүйтіп отырып түсіретін едік қой, біз столға қарама қарсы. Иә, біз көрермендерге қызықты болсын деген. Стол болады деп келгенбіз. Бізде келіп, мен естіп отырмын ғой, стол болады шығар деп түсінбей қалдым ғой. Жоқ, осындай форматта көрейікші дегенбіз ғой, енді бір енді көрермендеріміз айтып жатады, қалай болды деген сияқты. Сол рахмет. Енді трейдер болсаңыз или новичок болсаңыз, бұл жерде өте үлкен мүмкіндік. Бірақ және айтты, бастау үшін не керек, неден бастау керек, бірден байып кетем емес. Мен кәдімгі бизнес ретінде бір мамандық ретінде, қосымша ретінде қарастырып, кейін көзім жетіп, уже тұрақталған соң негізгі мамандыққа айналдырам деп келдіңіздер. Сондай егер жасап жүрген трейдерлер болса, нәтижеге жете алмай жүрген трейдерлер болса, психологияларыңызбен жұмыс жасаңыздар. Минус болса қайтарам деген нәрсені вообще ойламаңыздар. Лучше айтып отыр, өздерінің историяларымен бөлісіп кетті. Сәл отпуск алып, ойланып, қандай қателіктер жібердіңіздер, кітап оқып, психология трейдера деген кітап бар, білесіздер ме? Мен электрон жібердім, авторын ұмытып қалдым. Сол кітапты оқыңыздар, білімдеріңізді жаңартыңыздар, әртүрлі ютубтан подкасттар көріңіздер осындай. Жалпы ары қарай өздеріңізбен жақсылап тұрып жұмыс жасау керек. Және ең бірінші назар аудару керек депозит санына, депозиттің қандай сумма салып жатсыз, және лот дейді ғой, штук санына қатты мән беріңіз. Егер сізбен реальный счетпен жасау психологияңыз қатты шарт етіп тұрса, онда проб компаниямен жасауға кеңес береміз. Енді осындай бір ақпараттық подкаст болды. Сіздерге рахмет, табыстарыңыз арта берсін, берекелі болсын. Тек қана қуаныштымыз. Алда уақытта жаңа реалити деп жатсыз, давайте сол нәрсені іске асырайық. Мен алдында айттым, одан кейін басқа жұмыстардан кетіп, кішкене мотивациям түсіп кеткен болатын. Өйткені анда кетіп қалам, мында кетіп қалам деген сияқты. Бұл нәрсені қолға алатын нәрсе, ала берсе көреміз. Көрермендерге де қызық шығар. Реальный процессы, анау мынау, соның бәрін көрсетуге тырысамыз. Рахмет. Отбасылар заман болсын, ең бастысы дейміз сау болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осындай подкастта ала берсе, сіздер сияқты әлі мыңдаған қонақтарымыз жетістікке жетіп, мыңдаған миллиондаған қазақстандық келіп істей берсін осылай. Бізді қолдай берсін. Рахмет. Енді біздің өзіміздің арнамыздың тұрақты оқырмандары бар. Сіздер де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Колокольчик басып біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді сіздерден бір максималды қолдау болса, стористарыңызға салып осы подкаст белгілеп бізді не істейтін болсаңыздар, біз әрине тек қана қуанамыз. Рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз алдағы уақытта осындай подкасттардың, ақпараттық видеолардың көбеюіне әсер етеді. Сондықтан сіздер де аман болыңыздар, табыстарыңыз арта берсін, берекелі болсын. Рахмет. Енді барлығымызда бір осы өмірде бір жетістікке жеткізгімізге, енді ақша маңызды емес деп айтады, бірақ енді көп нәрсеге ақшамыз артық етпейді ғой, әрине. Ақшамыз, табысымыз жақсы болған сайын көп адамды қуанта аламыз. Сол үшін енді былайша айтқанда жақсы табысқа келетін, ең ауыр, оңай ақшаға алып келетін ауыр жолдың бірі осы трейдинг деп айтыламыз. Сондықтан
трейдингпен айналысуға кеңес беремін барлықтарыңызға. Рахмет үлкен. Рахмет. Жақсы, бүгінгі эфир осымен аяқталды. Бізде қонақта болған Малика ханым және Адия ханым сіздерге өте үлкен мотивация болды деген үміттемін. Рахмет, қош сау болыңыздар. Осы көрсетілген адамдар сияқты сіздер де трейдингте нәтижеге жеткіңіз келетін болса, біз алдағы уақытта мастер-класс өткіземіз. Мастер-классқа қатысу үшін төмендегі сілтемеге басыңыз. Бүкіл сұрақтарыңызға мастер-класста жауап береміз.